Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Біз өткен жолы сіздермен Пикстон бағдарламасында сюжетті суреттерді жасауды үйренген болатынбыз. Енді бүгін біз сіздермен Storyboard Hut деген қосымшада суретті сюжеттер жасауға болатындығын көреміз. Көріп тұрсыздар, бұл өте керемет бағдарлама. Қосымша ғой, онлайн қосымша. Осы онлайн қосымшада бүгін біз сіздермен осындай керемет сюжетті суреттерді жасаймыз. Қарап отырсақ, мінекей мына жерде сцена деген жерге баратын болсақ, өте көп әртүрлі сценалар бар. Жұмысқа байланысты, үйдің сыртқы немесе ішкі көрінісі, мектеп, офистар, тағы да басқа сыртқы көріністер. Өздеріңіздің тақырыптарыңызға, қажеттіліктеріңізге қарай оның бірін таңдайсыздар. Мінекей мен үйдің сыртын таңдап көрейін. Одан кейін мына жердегі редактировать сцену деген жерге басу арқылы біз сіздермен бұның сыртының өзінің түн немесе күндізгі мезгіл, одан кейін жауын шашынның барлығын біз осы жерде редакция жасай аламыз. Одан кейін тіпті ғимараттың түсін де өзгерте аламыз. Одан кейін оны өзгерістерді енгізгеннен кейін міндетті түрде төмендегі обновить сценуды басасыздар. Одан кейін келесі кезеңде біз сіздермен персонажыға басу арқылы кейіпкерімізді таңдап аламыз. Кейіпкерімізді алғаннан кейін оның сыртқы келбетін, шашы, көзі, киімі, мына төмендегі жақтағы шаршылардан түстерді таңдау арқылы өзгерте аласыздар. Одан кейін изменить позуды басу арқылы біз сіздермен мынаның көңіл күйін мінекей таңдай аламыз, әртүрлі эмоциясын. Одан кейін мына тұрған жерден сақалын жасай аламыз, немесе қолын, әрекетін, жүріс-тұрысын барлығын жасай аласыздар. Мінекей біздің кейіпкеріміз жаңбырлы күні өте көңілді болып кетіп бара жатыр. Келесі сценада ол мынау пешеходтан, жаяу жүргіншілерге арналған жолдан өтіп бара жатыр. Ол жерде де біз сіздермен кейіпкерімізді қайттан жасамау үшін редактировать деген жерден копироватьті басатын болсақ, біз бірден оны көшіріп аламыз да, оның жүрісін тағы да өзгертеміз. Мына обновить позуды басып, оның кетіп бара жатқанын көрсетеміз. Келесі кадрда біз оның автобусқа отырғанын таңдаймыз. Бір ғана шерту арқылы шертіп, содан кейін мынау кадрға сүйретіп арқылы біз кадрымызды таңдай аламыз. Осылай әрқайсысын қойып көріп, қажеттісін таңдап аласыздар. Жаңағындай айтқанда редактированияға басып, копироватьті басып, кейіпкерімізді қайттан тура сол күйінде жасап, мынау орындыққа отырғызамыз. Одан кейін оның іс-әрекетінің де өзгерте аламыз. Міне көріп тұрсыздар, мінекей отырды. Енді оның қасына көршісін де таңдап алайық. Ол үшін персонажы бөліміне барып, бір ер баланы таңдап алдық. Оны да мына жерден біз изменить позуды басу арқылы оның да біз сырт келбетін өзгерте аламыз. Одан кейін отырған позасын қоямыз және де оның көңіл күйін жасай аламыз. Мінекей екеуі сөйлесіп отыр. Көріп тұрсыздар, мінекей екеуінің арасында қандай да бір диалог орын алып жатыр. Біз алдыңғы кадрымызда жаңбырды қоюға ұмытып кеткен екенбіз, оны қойып қойдық. Сол сияқты мынау келесі кадрдан да оны жасап қоюға болады. Енді біз оларға бұлтшаларды қоюымыз керек. Мінекей мынандай бұлтшаларды таңдайсыздар. Егерде клавиатураға бастаңыздар, оның жазуын жазып қоюға болады, немесе оқушыларға бос күйінде шығармашылыққа бағытталған жұмысты бере аласыздар. Мінекей бұл осындай керемет дүние шығады. Енді жоғарғы жақтағы қосымшалармен танысатын болсақ, бұл жерде әртүрлі текстовые таблицы, формы, инфографика жасауға болады. Инфографика бөліміне қарасаңыздар, әртүрлі графикалық органайзерларды, жаңағыдай кадрларға осы графикалық органайзерларды қоясыздар да, өздеріңізге қажетті ақпаратты толтырып жазасыздар. Мынандай рамкалар қоюға болады, таблицалар, сабақтарыңызға қатысты математика, химия, биология, кез келген пәнге байланысты өте көп шаблондар бар, соның барлығын ала аласыздар. Енді сақтау бөліміне баратын болсақ, біз оны жаңағындай бірден компьютерімізге жүктеп алуға болады, бірақ ол 10-15 кадрға дейін сақтауға мүмкіндік береді. Одан кейін ол ақылы болады. Бірақ ақылы, менде қазір ақылы күйде тұр, бірақ мен оған қорықпаймын. Бірден біз оның мынандай скринкаст
вставитті басатын болсақ, принтскрин, иә, принтскрин деген клавиатураны басып, сосын Wordқа енгізіп, вставитті басатын болсақ, мінекей біздің жаңағы жасаған дүниеміз көшіп келді. Сондықтан да мінекей біз оны қанша жерден көлемін өзгертсек те, ол өзінің сапасын жоғалтпайды. Дәл осылай сіздер жасай аласыздар. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.